Also, we need to vote on Recording in progress. Recording in progress. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Қазалы ауданы нөмір 24-ші мектептің бастауыш сынып мұғалімі Кәдірбай Айман Нұрсұлтанқызы. Бағдарлама тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының оқу дағдысын дамыту. Функционалды сауаттылықты қалыптастыру қазіргі мектептің маңызды міндеттерінің бірі. Функционалды сауаттылықтың негізі бастауыш сыныптарда қаланады. Бастауыш сыныпта ана тілі бағдарламасы 3 құрамды бөліктен құралады. Сауат ашу, тіл дамыту, оқу дағдысын қалыптастыру. Дұрыс түсініп, жылдам мәнерлеп оқу бір-бірімен тығыз байланысты. Сондықтан оқушыны жақсы тұру үшін де әр сабақта іске асырылып отыруы қажет. Мәтінді әрі жылдам, әрі дұрыс, әрі мазмұнды түсіне оқи білу үлкен еңбектің жемісі. Жалпы оқу дағдыларының бірі оқу техникасы. Аталған дағдыны жоғары деңгейде қалыптастырмайынша оқушының әрі қарайғы сапалы біліміне қол жеткізу мүмкін емес. Сондықтан да осы оқушының білім дағдысын қалыптастыру мақсатындағы оқу техникасын дамыту жолында мен өзімнің бағдарламамды жасап шықтым. Яғни бағдарламаның мақсаты оқушылардың ана тіліне қабілетін, қиялын, ойлауын, есте сақтауын және шығармашылық дағдыларын дамытуға деген қызығушылығын арттыру. Міндеттері оқу сапасын дұрыс түсініп, шапшаң мәнерлеп оқуын жетілдіру. Ақын жазушылардың балаларға арналған шығармаларының жетекші тақырыбын, басты кейіпкерлерін, негізгі мазмұнын білгізу. Оқушы қиялын, тіл байлығын, сөздік қорын, есте сақтау қабілетін шыңдау. Яғни бұл бағдарламаның мазмұны мұнда қалғауыз әдебиеті үлгілері, Қазақстан Республикасы және жерлес ақын жазушылардың шығармалары, еңбектері, елге сіңірген қызметтері енгізілді. Соның нәтижесінде жас шәкірттің ой өрісінің оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес дамыту ескерілді. Негізінен бағдарлама 7 тараулардан тұрады. Осы тарауларды іске асыру барысында оқу техникасын жақсартудың қандай жолдары бар? Яғни бірінші, дайындық жаттығуларының ұзақтығы емес, жиілігі маңызды. Екінші, ызыңдап оқу. Үшінші, әр сабақтағы 5 минуттық оқу. Төртінші, ұйықтар алдындағы оқу. Бесінші, үзінділермен оқу. Алтыншы, көру диктанттарын жаздыру. Жетінші, бірнеше дүркін оқу. Осы оқуларды ұйымдастыра отырып, яғни сыныпты таңдап аламыз. Яғни сыныпты мен 3-ші сыныпты таңдадым. Яғни осы жұмыстарды жүргізу нәтижесінде бала қандай нәтижеге қол жеткізеді. Яғни кітапханамен тығыз байланыс орнатады. Оқушылардың ізденімпаздығы артып, шығармашылық жұмыс жасауға үйренеді. Оқушылардың пәнге деген танымдылық және шығармашылық қабілеттері дамиды. Сабақтағы қызығушылықтар оянып, ынтасы дами түседі. Әр тақырып бойынша қосымша ізденіп, оқу керектігіне дағдыланып, шапшаңдыққа, жинақылыққа, бәсекелестікке қабілеттілік артады. Және оқушыларда өздеріне деген сенім, үлкен жауапкершілік пайда болды. Өздерін дара тұлға ретінде сезініп, көп білуге ізденеді, қиялдары артады. Яғни осы нәтиженің барысында баланың бойында, яғни өзінің идеал бейнесі пайда болады. Яғни тақырыптың мазмұнын ашуда бір-бірімен ұжымдық қарым-қатынас жасай алады, сауатты жазуға үйренеді, жүйелі сөйлейді, ауызша сөйлеуге дағдыланады, өз ойын дұрыс жеткізеді, қажетті ақпаратты қолданады және оқушыларда өзіндік көзқарас қалыптастырады. Яғни осы жұмыстардың нәтижесінде балалар көптеген жетістіктерге жетті. Мысалға айтар болсам, республикалық Мақатаев оқулары конкурсына балалар қатыстырып, соның нәтижесінде Астана қаласында өтетін Мақатаев мұрасы атты дарынды оқушылар форумына 2 оқушы жолдама алды. Және сонымен қатар республикалық Абай оқулары және Мағжан, Ілияс оқуларына да қатысып, балалар жүлделі орындарға ие болды. Тыңдағандарыңызға рахмет.
Sonrasında hükümetler Azimхан Kılıçdaroğlu'ndan mevcut бюджеттен бастаушының мұғалімі Мамаева Жанасқан Мұратқызы. Бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған жұмысының тақырыбы бастауыш сынып оқушыларына арналған логикалық есептер мен дидактикалық жүйесі. Мен алып келіп отырған жұмыстың мақсаты балалардың ойлау қабілеттерін ойын арқылы дамыту, оқу іс-әрекетіне қызықтыру арқылы таным белсенділігін, логикалық ойлауын арттыру, өздігінен білім алып дами алатын, алған білім білік дағдыларын іс жүзінде қолдана алатын жеке тұлғаны қалыптастыру. Міндеттері: математикалық сауаттылық қалыптасады, өз ойын, көзқарасын дәлелдеуге үйренеді, қисынды ойлау қабілеттерін қызықты құрылған тапсырмалар мен ойындар, шытырман логикалық есептер арқылы дамытады. Ұшқырлыққа, уақыт үнемдеуге, шапшаңдыққа жаттығады. Олимпиадаларда, зияткерлік білім сайыстарында жоғары нәтиже көрсетеді. Бұл жұмыстың өзектілігі балалардың күнделікті өмірдегі және сабақтағы логикалық ойлаулары мен таным қызығушылықтарын жаңа технологиялар мен әдіс тәсілдермен байланыстыра отырып дамыту. Сабақтарда білімдік мақсаттарды шешумен қатар балалардың даралық қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың жолдарын қарастыру. Логикалық есептерді күнделікті сабақтарда жиі қолдану арқылы математика пәнінің маңызын күшейту. Қазақтың халық есептерінің мәнін ұғындыру арқылы ұлттық құндылықтарға негізделген математикалық білім беру. Осы қазіргі жаһандану дәуіріне сай біздің қоғамда қалыптасқан халықтан тыс ойлай алатын шұғыл шешімдер қабылдай білетін белсенді шығармашыл адамдар қажет. Жан-жақты ойлау қабілеті жетілген шығармашыл тұлға қоғам мен маңыздың басты жетістігі. Шығармашылық жаңа нәрсені ойлап табуға бағытталған қабілеттер деңгейі. Сондықтан балалар сабақтарда білімділік мақсаттарды шешумен қатар балалардың даралық қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың жолдарын қарастырған жөн. Енді осы әдістемелік нұсқаулықтың жұмыс істеу формасы. Есептер шығару жолдарын қарастыру жалпы оқушылармен бұл жерде қызықты ойындар ойнау, логикалық есептер шешу. Жеке оқушымен жұмыс жасау, логикалық тапсырмалардың шешу жолдарын үйрету, есеп шығарып жарыстыру. Проблемалық оқыту технологиясы. Бұл жерде балалардың өз бетімен ізденуіне мүмкіндік беру, кітапханаларға бару, ғаламтормен жұмыс жасау. Бағдарламадан мынандай нәтижелерге қол жеткізуге болады. Өз ойын, көзқарасын түсіндіруге, дәлелдеуге үйренеді, есімді ойлау қабілеттерін ойын арқылы дамытады, ұшқырлыққа, уақыт үнемдеуге, шапшаңдыққа жаттығады. Математикалық олимпиадаларда, зияткерлік білім сайыстарында жоғары нәтижені көрсетеді. Өз ісіне сенімді, неге деген сұрақты қоя білетін және нық жауап бере алатын білімді, зерделі, болашақ дарын иесі қалыптасады. Енді осы бағдарламамен жұмыс жасау барысында жетістіктерім халықаралық ғылыми танымдық педагогикалық ыбырай ілімі журналының осы биылғы санында менің осы тақырыптағы бастауыш сынып оқушыларына арналған логикалық есептер мен дидактикалық ойындар жүйесі тақырыбындағы жұмысым жарияланды. Және логикалық тапсырмаларды тиімді жолмен орындау тақырыбындағы аудандық семинар практикумда үлгілі жұмыс көрсеткендігім үшін алғыс жарияланды. Және менің бірнеше жыл қатарынан оқушыларым аудандық бастау математикалық олимпиадасында жеңімпаз болып келе жатыр. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.
Келіңіздерме құрметті ұстаздар. Мен Мұстафа Матаев атындағы 170-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Көкбай Серікқұл Қойшыбайқызы. Мен ұсынғалы отырған авторлық бағдарламаның тақырыбы бастауыш сынып оқушыларына арналған логикалық есептер. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың логикалық ойлау танымдық қабілетін дамыту, пәнге қызығушылығын арттыру, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру, балалардың шығармашылық ойлауын, мәселені жүйелі түрде шешу дағдыларын жетілдіру, математика пәнін терең меңгеру және ойлау қызметінде қолдану арқылы күнделікті өмірде кездесетін мәселелерді шешуге дағдыландыру. Бағдарламаның міндеттері логикалық есептерді орындауда нақты шешімдерді дұрыс табу, логикалық тапсырмаларды шешкенде түсініктер мен анықтамаларды дұрыс қолдану, қорытынды жасау, пайымдау мен логикалық байланысты анықтау. Авторлық бағдарламаның өзектілігі оқушылардың математикаға қызығушылығын сыныптан тыс жұмыстар арқылы ұйымдастырудың әдістемелік негізін ұсына отырып, мұғалімдердің тәжірибелеріне енгізуіне мүмкіндік жасау. Авторлық бағдарламаның педагогикалық жаңалығы бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлауын қалыптастыруда сыныптан тыс жұмыс түрлерін тиімді ұйымдастырудың әдістемелік нұсқаулығы толық берілген және мәселені ұйымдастырудың жолдары мен оған қажетті қосымша материалдар жинақталған. Авторы бағдарламаның практикалық бөлімінде сыныптан тыс жұмыс түрлері, қызықты тапсырмалар, викториналар, математикалық монтаж, өлеңдер, жұмбақ, жаңылтпаштар, математикалық турнир, экскурсия, математикалық кеш, газет, ойын, математикалық үйірме жұмыстарға берілген. Авторлық бағдарламаны жүзеге асыру жолдарында бірінші үйірме отырыстары берілген. Осы үйірме жұмыстарын өз сырымында күнделікті авторлықты басшылыққа ала отырып жүргізіп отырамын. Және осы берілген авторлық үйірме отырыстары балалардың логикалық ойлау дағдысы мен білім сапасын арттырды. Және авторлық бағдарламаның бөлімінде математикалық кеш, бастауыш сыныпқа арналған логикалық тапсырмалар, қосымша материалдар, логикалық тапсырмалар, сен білесің бе және 100 логикалық есептер топтамасының жоспарлары мен тапсырмалары берілген. Күтілетін авторлық бағдарламаның нәтижесінде күтілетін нәтиже бастау кеңгіру ақбота интеллектуалдық ойындарға, олимпиадаға қатысатын оқушылар дайындалады. Алған білімдерін практикалық әрекетте қолданып, өз бетінше жұмыс істеуге үйренеді. Және логикалық тапсырмалар арқылы баланың ойы, қиялы, есте сақтау қабілеті, ізденуі, жүйелі сөйлеу, ой қорыту формалары сақталады, дамиды. Және авторлық бағдарлама бастауыш сынып оқушылары үшін маңызды дағдыларды дамытуға арналған құрал болып табылады. Олар балалардың ойлау жүйесін жетілдіріп, логикалық ойлауға үйретеді. Сондай-ақ математикалық сауаттылықтарды арттырады. Осы авторлық бағдарламаның басшылыққа ала отырып, оқушыларына өткізілген логикалық ойын тапсырмаларын балалар орындай отырып, көптеген жетістіктерге жетті. Және осы балаларым математикадан сауаттылығы жақсы көрсеткіш көрсетуде. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің әдістемелік нұсқаулықтың авторлары Дүнкеева Гүлдана Толағайқызы және Бөлекбай Лейла Қысқырбайқызы, Оңдашева Айнұр. Біздің әдістемелік нұсқаулығымыздың тақырыбы бастауыш сыныптарда қазақ тілінің морфологиялық жүйесін оқыту. Өзектілігі мен жаңалығы. Оқыту екі жақты процесс.
онда мұғалім мен оқушылардың ынтымақтастық іс-әрекеттері жүзеге асырылады. Оқыту процесінің өзіне тән компоненттері, оқытудың мақсаты, мазмұны, формалары мен әдістері және нәтижесі. Бұл компоненттер бір-бірімен тікелей байланысты түрде іске асырылады. Әдістемелік нұсқаулықтың жаңалығы осыған негізделген. Нұсқаулықтың мақсаты әдістеме оқытудың мақсатын ашатын, іскерлікті және дағдыны меңгеру процесін суреттейтін, оқытуды ұйымдастыру ұстанымдарын, әдістерін және формаларын сипаттайтын, оқыту мен білім беру мәселелерін жасайтын педагогиканың құрамдас бөлігін құрайды. Міндеті бастауыш сыныптарда оқушыларға қазақ тілінің морфологиялық жүйесін оқыту, грамматиканы оқытуға қойылатын талаптар және бастауыш сыныптарда оқытылатын морфологиялық ұғымдардың мазмұны мен олардың өзара сабақтастығы, сөз таптарын меңгертуде сын тұрғысынан ойлауды дамыта оқыту технологияларын қолдану. Біздің бұл әдістемелік нұсқаулық бойынша бір ғана сабағымды талдап кететін болсам, етістік тақырыбындағы сабақ кіріспе бөлімінен және топтық жұмыстар, жұптық жұмыстар және жеке жұмыс бұл ББ кестесі, яғни білем, білгім келеді, білдім кестесі. Және топқа бірігу және қорытынды бөлімінен тұрады. Тоқтала кететін болсам, жұптық жұмыста көру диктанты, яғни көркем сауатты жазу, жұмбақты оқып жатқа жазады және шешуін табады. Топтық жұмыстарда аквариум әдісі 3 топқа беріледі. Енді бұл әдістемелік нұсқаудағы морфологияны оқыту жүйесі әр сыныпқа беріледі. Және бірінші сыныпта тіл дамыту жұмыстарымен жұмыс жүргізілетін болса, екінші, үшінші, төртінші сыныптарда осы морфологиялық оқыту жүйесіне спиральді әдіс арқылы беріліп отырады. Нәтижесінде екінші сыныпта оқушылардың сын тұрғысынан ойлау дағдыларының деңгейі анықталып, теориялық білімдерін қолданып сұрақтарға жауап бере алса, ал үшінші сыныпта сын тұрғысынан ойлай отырып, салыстыра талдай, жинақтау, бағалау жүргізіледі. Ал төртінші сыныпта осы тақырыпты барлық оқушылардың түсінгенін анықтау мақсатында түрлі өз ой жүйелерін жүйелеп отырады. Көптеген осы қазақ тілге мұғалімдердің дайындаған оқушылары көптеген дәрежеде дипломдары мен марапаттары бар. Қорытындылай келе, бұл әдістемелік нұсқаулық бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқыту үдерісін тиімді ұйымдастыруға бағытталған. Қазақ тілінің морфологиясы бастауыш сыныптарда оқушылардың тілдік біліміне негіз салады және морфологияны үйретудің түрлі әдістері оқушылардың грамматикалық ойлауын және тілге деген қызығушылығын арттырады. Тұрақты жаттығулар мен ойындар арқылы морфологияны меңгеру жеңіл әрі қызықты болады. Рахмет тыңдағандарыңызға. Саламатсыздар ма әріптестер, мен Қызылорда облысы Қазалы ауданы Ақтау ауылы 190-шы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жақсылық Алтынай Сәрсенбайқызы боламын. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы оқушылардың зейіндік сауаттылығын арттырудағы математикалық бейнелеудің ерекшеліктері. Бағдарламамның мақсаты математика пәні бойынша ойлаудың математикалық стилін, интеллектуалдық және сезімталдық қасиеттерді оқушыларға қалыптастыру, оқушылардың білімін тереңдету, кеңейту, логикалық есептерді тапқырлыққа баулу, қызығушылығын арттыру. Бағдарламамның міндеттері бала тұлғасының дұрыс өсуіне, ақыл-ойдың дамуына, оқушылардың интеллектуалдық, сезімталдық, еріктілік, белсенділігін қалыптастыру, терең теориялық білімді логикамен ұштастыру және оны практикалық тұрғыда қолдану. Есепті шығару барысында оның тиімді шығару жолдарын көруге баулу.
Білім алушылардың ойлауының еркіндігін, шығармашылық көзқарасын, сананың сауаттылығын, тапқырлығын, жан-жақты көзқарасын, кез келген ситуациядан шыға білу дағдыларын, төзімділікке, тұрақтылыққа, тиімді шешімдерді табуға дағдыландыру, алған білімдерін шынайы өмірмен ұштастыру. Бағдарламаның өзектілігі. Авторлық бағдарламада жаңартылған білім стандарт ережелеріне сәйкес 2 сынып оқушыларына математика пәні бойынша оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында күнтізбелік тақырыптар жасалып, әрбір тақырыпқа сәйкес күнделікті сабақ жоспары құрылған. Бағдарламаның жаңалығы, педагогикалық жаңалығы. Математикалық бейнелеу арқылы оқытудың әдістерін жетілдіру, зейіндік сауаттылықтарын арттыруға бағытталған жаңа тәсілдерді енгізу, пәнді меңгеруді жеңілдету. Осы бағдарламаны жүргізу барысында жаңа әдістерді қолдана отырып жұмыс жасадым. Ортол әдістері, галереяны шарлау әдістері, домино әдістері және тағы да басқа әдістер. Психологиялық жаңалығы. Оқушылардың зейінін дамыту, логикалық ойлауын жетілдіру, зейін тұрақтылығын арттыру және математикалық бейнелеу арқылы танымдық кедергілерді жеңуге көмектесу. Осы орайда біздің осы авторлық бағдарламаға сәйкес баспа беттеріне де шыққан қысқа мерзімді жоспарларын жасалған. Осы бағдарламаның күтілетін нәтижелер: оқушылар 2 сыныптың материалын толық меңгереді, логикалық есептерді шығара алады, шамалардың атауларын және олардың өлшем бірліктерін, арақатынасын біледі. Сөзжұмбақ, ребус, шытырман есептерді шеше алады. Шығармашылық тапсырмаларды орындай біледі, есепті түсініп, талдап шығарады. Шапшаң есептеу дағдыларын қалыптастырады. Бағдарламаның мазмұнына, құрылымына келетін болсақ, бағдарлама 2 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат, күнтізбелік тақырыптық жоспар мен қысқа мерзімді жоспарларды қамтиды. Назарларыңызға рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Батыр ауылы 190 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Бекет Айнагүл. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының математикалық сауаттылығын дамыту жолдары. Математикалық сауаттылық, математикалық сөйлеу және қолдану мәдениетін, қоршаған ортаны және олардың заңдылықтарын үйренудің оқушылардың дүние ғылыми еңбек меңгерудегі басты мақсаты ретінде бөлінеді. Мақсатым оқушыларға математикалық білім дағдыларын игеру, логикалық ойлау арқылы шапшаң есептеуге үйрету. Міндеттері оқушының тұлға ретінде қалыптасуына әсер ету, ақыл ойын және ерік пен сезім белсенділігін арттыру, логикалық ойлау қабілеттерін арттыру, математикалық тілде сөйлеу машығын қалыптастыру, оқушылардың танымдық қабілетін дамытып, қызығушылығын арттыру, оқушылардың ұйымшылдыққа, ұстанымдылыққа, шыдамдылыққа, адамгершілікке, қасиетке, достыққа тәрбиелеу. Бағдарламаның өзектілігі оқушылардың математика пәнінен интеллектуалды сайыстарға, ғылыми жұмыспен айналысып, шығармашылыққа баулу қажеттілігі, математиканы өмірде қолдану функционалды сауаттылығының маңыздылығын ескере отырып, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Жаңашылдығы бастауыш сынып оқушыларының математикалық сауаттылығын дамыту жолдары бағдарламасының жаңашылдығы бірнеше маңызды аспектілерден тұрады. Бұл бағдарлама оқушылардың математикалық қабілеттерін арттыруға, олардың практикалық мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Мұндағы жаңашылдықтар проблемалық шешімдер арқылы оқу, бағдарлама
бағдарлама оқушыларға тек теориямен білім берумен шектелмей, нақты өмірден алынған математикалық мәселелер дағдыларын дамытуға көңіл бөледі. Бұл оқушылардың математиканы өмірден қолдана білу қабілеттерін арттырады. Интерактивті және белсенді оқыту әдістері математикалық сауаттылықты дамыту үшін ойындар, математикалық сауалдар, топтық жұмыстар және басқа да интерактивті әдістер пайдаланылады. Бұл әдістер оқушылардың қызығушылығын арттырып, материалды тереңірек меңгеруге ықпал етеді. Аралас пәндермен байланысты оқыту бағдарлама басқа пәндермен интеграция жасалып, математиканың басқа ғылымдармен салалармен байланысы көрсетіледі. Мысалы, математика мен физика, география, өнер арасындағы байланыстың түсіндірілуі оқушыларға пәндер аралық байланыс туралы толық түсінік береді. Осы жаңашылдықтардың барлығы оқушылардың математикалық сауаттылығын тереңірек меңгеруіне, сондай-ақ олардың білімін өмірде тиімді қолдануына көмектеседі. Бағдарлама мазмұны аптасына 1 сағат, 34 сағат қамтылған. 3-ші сыныпқа арналған бөлімдері сандар мен цифрлар 3 сағат, арифметикалық амалдар 7 сағат, математика және логика 13 сағат, мөлшеулер 3 сағат, олимпиада есептері 8 сағат. Бұнда қолданылатын дидактикалық материалдар логикалық есептерді шешуде схемалар мен кестелер, салыстыру тәсілдері, алған білімдерін практикалық есептерді шығаруда пайдаланылады. Бағдарламаның оқу барысында оқушылардың мынадай белсенді қатыстыру арқылы жүзеге асырады. Тақырыпты пікірсайыс түрінде эвристикалық әдіс негізінде жоспарлау, жеке және топталған отырып өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар талқылау мен шығарту. Бағдарлама оқу барысында оқушылардың мынадай белсенді қатыстыруға арқылы жүзеге асырылады. Онлайн осы жұмыстардың нәтижесінде күтілетін нәтиже логика математикалық терминдер ұғымын танитын білу, өлшеуге, қозғалыстарға берілген есептерді шығару, сөз тізбелеуіштер, әзіл есеп, математикалық ертегілер қосқа білуге керек. Әртүрлі кесте бойынша есеп бастыруға жаттығады, шамаларды салыстыра білуге, кез келген есепті өз көзқарасы бойынша шығарма табыланады, өз ойын дәлелдей білуге жаттығады, проблемалық жағдаят жұмыстана бастайды. Осындай жұмыстың нәтижесінде оқушыларым бастау олимпиадаларынан өздері Добрый день, уважаемые коллеги. Я учитель начальных классов школы-лицея номер 266 Жасаралова Индира Жасаралқызы. К вашему вниманию представляю свою авторскую программу. Тема авторской программы «Интересная математика». Целью данной программы является развитие математической грамотности учащихся начальной школы через использование игровых методик, способствующих формированию у детей устойчивых математических знаний, навыков решения сложных задач и критического мышления. Программа направлена на создание позитивного отношения к изучению математики, повышение учебной мотивации и развитие ключевых компетенций, необходимых для успешного обучения и дальнейшего развития личности. Задачи данной программы – это формирование базовых математических знаний и навыков, развитие интереса к математической и учебной мотивации, развитие критического мышления, решение сложных задач, развитие социальных навыков и командной работы, интеграция математических знаний в практическую деятельность. Эти цели и задачи направлены на комплексное развитие математической грамотности учащихся, что способствует их всестороннему развитию и формированию готовности к дальнейшему обучению и жизни в современном обществе. Актуальность программы в чем заключается? Современные образовательные системы требуют от учеников не только освоения базовых математических понятий, но и развития способности применять эти математические знания в различных жизненных ситуациях. Однако традиционные методы преподавания зачастую оказываются недостаточно для формирования учащихся устойчивых навыков,
Именно эта программа, игровые методы обучения предоставляют уникальную возможность стимулировать интерес у учеников к математике, развивают у них логическое мышление, внимание, память и креативность. Программа «Интересная математика» направлена на решение этой проблемы, предлагая инновационные подходы к обучению, которые отвечают современным требованиям образовательного процесса. В чем же новизна программы? Новизна программы заключается в использовании игр как основного метода обучения, что позволяет перевести процесс изучения математики в практическую плоскость. В отличие от традиционных подходов, где акцент делается именно на запоминание, воспроизведение материала, в данной программе дети изучают математику через активное участие в игровых ситуациях, что способствует развитию их познавательной активности. Программа предлагает уникальные авторские игры, разработанные специально для реализации поставленных целей. Игры включают в себя различные сценарии, уровни сложности. Здесь вот учитывается, что индивидуальная особенность каждого ребенка стимулирует его математическое развитие. Теоретическая значимость этой программы заключается во вкладе развития теории математического образования. Программа объединяет современные подходы к обучению с использованием игр и обогащает их новыми методиками. Исследования, проведенные в рамках разработки программы, доказали, что игровые методы способствуют более глубокому и прочному освоению математических знаний и развитию метапредметных навыков. А в чем же практическая значимость этой программы? Она проявляется в ее способности повысить качество математического образования в начальной школе. Апробация программы. Программа была апробирована в ряде образовательных учреждений, где она получила положительные отзывы от родителей, учителей, учащихся. И результаты исследований показали, что использование игр в процессе обучения математики способствует более высокому уровню усвоения материала. И в конце хочу сказать, что благодаря этой программе ученики занимали на места, награждались во всех, ежегодно проводятся различные олимпиады, турниры, они показали хорошие результаты. Спасибо всем за внимание. Саламатсыздар ма? Мен Қызылорда облысы Қазалы ауданына 266 мектеп лицейдің бастауыш сынып мұғалімі Алтынжаева Алтын Тұрсынқызымын. Бүгінгі тақырып мәтінді талдау арқылы тілдік дағдыны дамыту. Өздеріңіз білесіздер, мәтін өзі ауызша және жазбаша ойды жеткізу болатын. Сондықтан да бағдарламаның мақсаты мәтін мазмұнын түсіне біліп, олардың түйінін ой жүгіртіп білу керек. Және мәтін мазмұнын өзіндік пайымдау жасауға пайдалана білуге үйрету. Осыдан бірнеше міндеттер пайдаланылады. Ең бастысы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Сонымен бірге мәтіндерде өз тұжырымын жасай отырып, белсенділік таныту. Шығармашылық тұрғыда ойлау, шешім қабылдай алуға даярлау. Әрі құзыреттілікті қалыптастыру жолдарды қарастыру. Осыдан біздің оқушыларымыз ана тілін жетік білетін, ұлттық мәдени құндылықтарды бағалай алатын тұлға даярланады. Әрбір мақсат міндеттен кейін міндетті түрде әрбір оқушыдан нәтиже күтеміз. Сондықтан да мәтін ол негізгі мәселені қолдай отырып, негізгі ойды анықтай алады оқушы. Коммуникативтік жағдаятқа сәйкес ғылыми және халықаралық терминдерді орынды қолдана алады. Және де кейбір мәтіндерде диалог, монолог, полилогтар да болады. Бұл жерде полилог ол бірнеше тұлғаның айтатын пікірлері. Міне осы ойларын дәлелді, жүйелі жеткізе біледі. Сонымен қатар оқылым стратегияларын жақсы білесіздер, іріктеп оқу, талдау оқулар арқылы олар сауатты қолдануға жағдай жасайды. Сонымен бірге дағды, ең басты дағды ол тыңдалым. Осы мәтіннің мазмұнын түсініп, практикада қолданғаны өте керемет болады. Сондықтан да ана тілін жетік білетін, ұлттық мәдени құндылықтарды бағалай алатын тұлға қалыптасқаны керемет болады.
әрбір практикалық жұмыста да оқу түрлерін пайдаланған жөн. Детальді түрде оқу деген бар, яғни сөзбе сөз келтіретін. Сонымен бірге мәтінді берген кезде әрбір сөз тіркесіне сөзге байланысты сұрақтарды қойған кезде оқушы сол ақпаратты табу үшін оқиды. Және осы көз жүгіртіп оқудың арқасында мазмұнын түсінгенін байқамай қалады. Әрі кейде сөздік қоры аз оқушылар сөз мағынасын түсіне алмайды. Сондықтан да мүмкіндігінше контексттен қай сөзді қиындырақ болып, соны ажырату мақсатында сөздің астын сызып отырып, оған түсіндіру өте керемет болады. Барлық оқушының жақсы көретіні ол болжай білу әдісі. Енді әрбір болжай білген кезде оқушы мәтіннің құрылымын түсінеді, әрі мәтін түрлерінде ажырата біледі. Енді мәтінге қызықтыру мақсатында мәтіндерді әртүрлі сызықтармен мәтінді оқитын болатын болса, қызықты болады. Сонымен қатар қисық сызықты мәтіндерге беруге болады. Мінекей дәл осы кезде күн, суыт, дайындық, еңбекқор дейтін сөз тіркестерін, сөздерді, тірек сөздерді әртүрлі жанама түрде пайдаланған кезде мәтіннің негізгі идеясы пайда болады. Әрине, әрбір мәтінді талдау арқылы, әрине оқушы қорқады талдауға, дегенмен өзіндік талдау арқылы тілдік дағдысы дамыса, оқушылардың жетістігі де көп болады. Сондықтан да осындай жұмыстар арқылы республикалық, облыстық, аудандық білім бөлімінің берілген тапсырмалары, олимпиада, ғылыми жобалардан біздің оқушыларымыз жүлделі орын алғаны осындай жұмыстардың нәтижесінде. Қымбатты әріптестер, мәтінді талдау арқылы оқушының тілдік қорын дамытудағы осындай жұмыстарды бірлесе жұмыс істеуге шақырамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Әріптестер, осы сілтемемен 10 минуттан кейін қайта қосылуларын сұраймын.